Барлыға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді донер дайындаймыз. Ендеше видеомызды бастаймыз. Бізге керекті заттар: лаваш және де марковчан, сонымен қатар ет қажет. Еде қазір қызанақ пен қиянада турайтын боламыз. Айтпақшы достар, менің осы лавашты пісірген рецепт менің каналымда бар, сол жерден көре аласыздар. Ал енді қияр менен қызанақты турап алайық. Мінеки достар, осылай помидорды да, қызанақты да турап аламыз. Мінеки достар, ең алдымен лавашты аламыз, одан соң етті саламыз. Мындай бір шетіне жинасаңыздар болады. Одан соң марковчаннан саламыз. Сосын қызанақтан саламыз. Және де қиярдан саламыз. Сіздер қаласаңыздар, майонез қоссаңыздар болады. Біздің үйдегілердің барлығының аузы берік болғандықтан біз майонез қоспадық. Неге енді немізді шынаймыз. Шынамын және де мінеки достар, енді екіншісін орайық. Неге екіншісін жасайық. Неге тағы біреуіне жасайық. Бұл үй жағдайында жасалатын донер. Достар, дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.